Мына баягы бир мешитте бир молдан айтат, түшкүргөндө алхамдулиллах деш керек. Мындан уккан адам ярхамукаллах деш керек деп мешитте баягы мусулмандын мамилесин түшүндүрүп айткан да бир молда мешитте. Мына бир кичинекей бала бар экен, демек түшкүргөндө алхамдулилlah деш керек, уккан адам ярхамукаллах деш керек деп ал эми ошону жаттап алган. Мешіттен шықса, бір ақсақал түшкіріптір, қашан алхамдулилlah дейді екен деп артынан ершіп алыптыр. Баяғы жаш болады еме. Айтқан атқарыш керек та. Анан ешелі ұншықпайды екен ғой баяғы ақсақалшы, түшкірген болмасыншы. Анан ақыры чыдай албай кетіп, жаңағы кішінекей бала, ата, мұсылмансыз ба десе, алхамдулилlah десе, ярхамукаллах алып кетіп отырады дейді. Баяғы жердечі. Ошоны айттыр дейді. Көрбейсіздер. Демек, бұл жерде біз өзіміз ошоны түшкіргенде алхамдулилlah деш керек, уккан адам ярхамукаллах деш керек деп. Өзіміз үйренсек, бұйырса, балдарымыз үйренет, ақырындық менен бұл мұсылмандардың арасында тарқайды да, бұл эми каалоо тилек. Түшкіргенде. Эми бұл жерде ярхамукаллах деген, бұл не деген сөз? Абадаллаху анкал аза. Аллах Таала сенден жамандық, зиян нерселерди алыстатсын деген маанини туюндурат экен. Эми түшкүргөндө мисалы сыр колоп калыптыр деген да ой болушу мүмкүн да, туурабы? Ошо эмне ар кандай кырсык бала зыяндарды сенден алыстатсын деген маанини билдирет экен. Андан кийин эмне керек болсо бул жерде бири-бирибизге болгон бир жакшы көрүү мусулмандардын арасында каалоо тилек экен да. Ярхамукаллах.